Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздермен осындай әдемі десерт дайындаймыз. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бізге десертке 2 стакан су керек, сосын 1 стакан қант керек. Нақты өлшемдер описанияда болады. Су мен қантты салған соң бәрін жақсылап араластырамыз. Судағы қант жақсылап еру керек, сол үшін біраз уақытқа крышкасын жауып қалдырамыз отта. Ал енді десертке салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін бізге алма қажет. Алманың ішін осылай жақсылап тазалаймыз. Тураған кезде алма қатты қалың болмау керек. Егер де сіз қатты қалың қылып турасаңыз, сіздің алмалы розаңыз шықпайды. Алмамызды турап болғанша біздің сиропымыз да дайын болады. Ішіне осылай алмамызды саламыз және де оттың көзін бәсеңдетіп қоямыз. Алма жұмсарғанша осылай ыстық суда бұқтырып аламыз. Мен десертке дүкеннен алынған слайының тестаны қолдандым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады, немесе қолдан жасасаңыздар болады. Ал алманы осында ситаға салып қойыңыздар, ішіндегі су толығымен кетсін. Егер де сіздің бұқтырылған алмаңыз осылай жыртылып жатса, ештеме етпейді. Ары қарай тізіп жасай берсеңіздер болады. Алманы тізіп болған соң оны орап шығамыз. Оралған десертіміздің астын және жан жағын түйіп шығамыз, ішіндегі алманың суығы шығып кетпеу үшін. Түйілген десертті сіз кекстің формасына жасасаңыз болады. Арнайы форманы сіз жақсылап майлап қою керексіз. Егер де сіздерде форма болмаса, жай пергаментный бумагаға да қойып пісіре берсеңіз болады. Ал енді сіздермен түйудің екінші әдісімен бөлісемін. Алманы бұл жерде де тізіп қоясыз, бірақ қамырды екіге бүктеп орайсыз. Қамырыңыз неғұрлым ұзын болса, соғұрлым сіздің розаңыз пышный, әдемі болып шығады. Бәрі дайын болған соң десертті 20-30 минутқа пешке қалдырасыз, 180 градусқа. Әркімде духовка әртүрлі болуы мүмкін, сол себепті сіз өз духовкаңызға қараңыз. Қамыры қызарып әдемі болып пісу керек. Қамыры қызарса, онда пештен ала беріңіз. Мінекей әдемі алмалы роза десертіңіз дайын болды. Дайын болған десерттің үстіне сахарный пудра жағып, осылай ұсынсаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар.